Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода осындай өте керемет дәмді болып шығатын және де жеңіл жасалатын салаттың рецептісімен бөлісемін. Бізге қажетті заттар: помидор қажет болады, қияр және де мандарин қажет болады. Бір штуктан бұл салатты мен бір ғана порция жасап көрсетемін. Бізге осындай салат жапырақтары қажет болады, аз ғана мөлшерде. Творожный сыр қажет болады. Мен хохландтікін алдым, кез келген творожный сыр алсаңыз болады. Тауықтың төс еті, бір шымшым қара бұрыш және тұз қажет болады. Енді осы қажетті заттарымызды осындай қылып кубиктап турап алдым мен. Бәрін осылай турап аламыз, кубиктап. Қатты ұсақтап жібермейміз, және де оливковый масло қажет болады. Зәйтүн майы. Біз табамызды отымызға қойып, майымызды, сұйық майымызды құямыз, және де тауықтың төс етін, кубиктап туралған тауықтың төс етін осылай салып, жақсылап қызартып, қуырып аламыз. Жұмсарып піскенше қуыратын боламыз. Дәміне қарай азырақ тұз қосуды ұмытпаймыз. Осы қуырылып жатқан сәтте біз бір шымшым тұз қосатын боламыз. Орта отта осылай піскенше қызартып қуырып аламыз. Біздің етіміз, тауық еті осылай қызарып пісті. Енді салатымызды жинайтын боламыз. Біздің тауық етімізді саламыз. Огурцимізді, қиярымызды, помидорымызды саламыз. Және де осы мандаринімізден 3-4 тал алып қалып, қалғанын осы салаттың үстіне қосамыз. Осы салат жапырақтарын мен қолымменен үзіп, осылай қосатын боламын. Өте тез жасалатын салат. Егер сізге осы салаттарымыз көп мөлшерде қажет болса, осы керекті заттарды 2-3 мөлшерге көбейтіп жасасаңыз болады. Үстіне бір шымшым тұзымызды саламыз, дәміне қарай. Және де бұрышымызды саламыз, қара бұрыш салдым мен. Зәйтүн майын құйып, оливковый маслымызды құямыз. Жақсылап енді араластыратын боламыз. Жеңіл жасалады және қонақ келгенде асығыстықта тез дайын болатын салат. Енді осы салаттарымызды жақсылап араластырып алдық. Біз ыдысымызға осылай жайғастырып салатын боламыз. Қажетті заттардың бәрін осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Осылай мінеке жайғастырып алдық. Үстіне осылай мандаринімізді жайғастырамыз. Әсемдік үшін және де творожный сырды кішкентай қасықтың көмегімен алып, осылай түйіршік қылып үстінен жайғастырып қойып шығамыз. Творожный сырымызды осылай жайғастырып шығамыз, мінекей. Өте дәмді шығатын салат. Мандариніміздің дәмі өте керемет болып үйлеседі. Қонақ дастарханның көркін ашады. Осымен біздің салаттарымыз дайын. Жасап көруге кеңес етемін. Бұл салат өте жеңіл жасалады, тез дайындалады және де бірден ұсынуға болады. Видео ұнаса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Астарың дәмді болсын.